Желіде қаралы ақпарат, танымал әнші қайтыс болды. Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанова дүниеден өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі әншінің қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен жақындарына көңіл айтты. Майгүл Ибрагим қызы қазақтың дәстүрлі ән өнерін өркендетуге үлес қосқан қайталанбас дауыс иесі, ұлт мақтанышы еді. Ол халықтың және кәсіби композиторлардың таңдаулы туындыларын асқан шеберлікпен орындап, ұлттық мәдениетіміздің бай қазынасын әлемге танытты. Өнер жолын әйгілі Нұрғиса Тілендиевтің жетекшілігіндегі отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрінде бастаған Майгүл Ибрагим қызы өмір бойы қазақ өнерінің абыройын асқақтатуға адал қызмет етті. Оның орындаудағы шығармалар ел жүрегіне орын алып, қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына қосылды. Өмірін ұлттық мәдениет пен руханиятқа арнаған абзал жанның адамдық болмысы өнерге деген шексіз сүйіспеншілігі мен ізгілі кейінге буын жастарға өшпес өнеге болып қала бермек. Марқұмның жаны жәннатта болсын. Біз өз командамыз атынан оның отбасы және де жақын туыстарына өз көңілімізді білдіреміз.